Қайырлы күн оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешуге есептер шығаратын боламыз. Бірінші тапсырманы қарастырайық. Бізге теңдеулер жүйесі берілген. 2y азайтылған 4x тең болады -11-ге және 2y азайтылған x тең болады 1-ге. Осы теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешейік. Өткен сабағымыздан білетініміздей, теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу үшін осы жүйедегі әрбір теңдеудің графигін бір координаталық жазықтыққа саламыз. Сонан соң олардың қиылысу нүктесін тауып, теңдеулер жүйесінің шешімін жазамыз. Қазір біз бірінші теңдеуді қарастырайық. 2y азайтылған 4x тең болады -11-ге. Теңдеудің графигін салу үшін y-ті x арқылы өрнектеп жазайық. Яғни 2y тең болады 4x азайтылған 11-ге. Y тең болады, теңдіктің оң жағын 2-ге бөліп жіберейік, сонда 4x-ті 2-ге бөлсек 2x болады, азайтылған 11-ді 2-ге бөлсек 5,5. Міне біз осындай сызықтық функцияны алдық. Енді сызықтық функцияның графигі түзу сызық болатындығын білеміз, және біз түзуді салу үшін осы графикке тиісті кез келген екі нүктенің координатасын анықтасақ жеткілікті. Сонымен x-ке мән беріп, y-ті табайық. X-ке 0 бергенде y -5,5 болады, және x-ке 1 беретін болсақ, y -3,5 болады. Енді екінші теңдеуді қарастырамыз. 2y азайтылған x тең болады 1-ге. Тағы да y-ті x арқылы өрнектейік. 2y тең болады x қосылған 1-ге. Және y тең болады 0,5 x қосылған 0,5-ге. X-ке мән беріп y-ті табамыз. X-ке 0 бергенде y 0,5-ге тең. X-тің орнына 1-ді берсек, y-іміз 1-ге тең болады. Сонымен теңдеулердің графигін салайық. Координаталық жазықтықта 0-де -5,5 және 1-де -3,5 нүктелерін белгілейік. Сонымен x 0-ге тең болғанда y -5,5 ол мынау жерде нүктені белгіледік. Және x 1-ге тең болғанда y -3,5 ол мынау нүкте. Енді осы екі нүкте арқылы түзуімізді жүргізейік. Түзуімізді жүргіздік. Бұл алынған түзу, яғни y тең 2x -5,5 функциясының түзуі, бұл біздің теңдеулер жүйесіндегі бірінші теңдеуіміздің графигі болып табылады. Енді екінші теңдеудің графигін салайық. Ол үшін координаталық жазықтықта x 0-ге тең, y 0,5-ге тең нүктені және x 1, y 1-ге тең болатын екі нүктені белгілейік. 0-де 0,5 нүктесі ол мына нүкте белгіледік. Енді 1-де 1 нүктесін белгілейік. Міне ол мынау нүкте. Енді осы A және B нүктелері арқылы түзуімізді жүргізейік. Сонда біз 0,5x қосылған 0,5 функциясының графигін салдық. Яғни бұл бізде 2y -x тең болады 1 теңдеуінің графигі болып табылады. Енді осы екі түзудің қиылысу нүктесін табайық. Ол нүкте мынау нүкте. Оны E әрпімен белгілейік, және бұл нүктенің координаталары x 4-ге тең, ал y 2,5-ге тең екендігін көруге болады. Ендеше теңдеулер жүйесінің шешімі x 4-ге тең, 4-те 2,5, y 2,5-ге тең болады екен. Енді екінші тапсырманы қарастырайық. Бізге мынау есеп берілген. Егер A, x0, y0 нүктесі 11y азайтылған 7x қосу 4 тең болады 0 және 6y тең болады -x -6 теңдеулер жүйесінің шешімі болса, онда 6x0 азайтылған 4y0 өрнегінің мәнін табыңыздар. Сонымен бұл өрнектің мәнін табу үшін біз алдыменен x0-ді және y0-ді табуымыз керек екен. Ал бұл x0, y0 нүктелері ол беріліп тұрған теңдеулер жүйесінің шешімі болады. Ендеше теңдеулер жүйесін шешейік алдымен. Ол үшін біз осы жүйедегі екі теңдеудің графигін бір координаталық жазықтыққа саламыз. Бірінші теңдеуіміз 11y азайтылған 7x қосу 4 тең болады 0. Графикті салу үшін y-ті x арқылы өрнектейміз.
11y тең болады 7x азайтылған 4-ке, y тең болады 7 бөлінген 11x азайтылған 4 бөлінген 11. Міне y-ті x арқылы өрнектеп алдық. Енді осы түзуге тиісті екі нүктенің координатасын анықтайық. X-ке мән беріп y-ті табамыз. X-ке -1-ді берсек, y -1 болатын көріп отырмыз. Және x-ке 0 бергенде y -11-ден 4. Яғни шамамен жуықтап, оны -0,4 деп алайық. Енді екінші теңдеуді қарастырамыз. 6y тең болады -x -6-ға. Y-ті табамыз. -6-дан 1 x -1-ге. Енді осы түзуге тиісті екі нүктенің координатасын анықтайық. X-ке 0 берсек, y-іміз -1-ге тең болады. Және x-ке 3 бергенде y -1,5 болады. Енді бір координаталық жазықтықта осы екі түзуді салайық. Алдымен -1-де -1 нүктесін және 0-де -0,4 нүктесін белгілеп, бірінші теңдеуіміздің графигін сызамыз. Сонымен x -1, y -1-ге тең болатын нүкте f әрпімен белгілейік, ол мынау нүкте. Және 0-де x 0 болғанда y -0,4-ге тең болса, ол мынау нүкте белгіледік. Енді осы екі нүкте арқылы түзуімізді жүргізейік. Түзуді жүргіздік. Енді жүйенің екінші теңдеуінің графигін салайық. X 0-ге тең болғанда y -1-ге тең болады. Мынау нүкте белгіледік. Келесі x 3-ге тең болғанда y -1,5-ге тең. Нүктені белгіледік. Енді осы екі нүкте арқылы өтетін түзуімізді жүргізейік. Түзуді жүргіздік. Сонымен біз теңдеулер жүйесіндегі теңдеулердің графиктерін салдық. Енді бұл түзулердің қиылысу нүктесін табайық. Ол шамамен мынау жерде болады. Әріппен белгіледік. Енді бұл нүктенің координатасы x-і жуықтап алғанда -0,8, ал y-і шамамен -0,9 болатындығын көріп отырмыз. Сонымен x0 жуықтап -0,8 деп алайық. Және y0-ді -0,9-ға тең деп алайық. Енді есеп шарты бойынша біз 6x0 азайту 4y0 өрнегінің мәнін табуымыз керек. Осы өрнектің мәнін жуықтап есептейміз. Сонда 6 көбейтілген x0-дің орнына -0,8-ді қояйық. Азайтылған 4 көбейтілген y0-іміз -0,9. Тең болады. -4,8, минус пен минус плюс болады. 4 пен 0,9-дың көбейтіндісі 3,6. Тең болады -1,2 болады екен. Сонымен есептің жауабы жуық мәні -1,2. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді графиктік тәсілмен шешуге тағы да есептер қарастырдық. Енді үйден өздеріңіз мынау тапсырмаларды орындап, осы өтілген сабақты бекітіңіздер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.